ауылдарда мүлдем қылмыс болмау керек, ұрлық болмау керек, төбелес болмау керек, бәрі ағайын. Шынын айту керек, бірақ ауылда қыз алыспайтын ағайындар тұр. Бір ауылдарда шын белгі. Жауапкершілік жоқ болғаннан кейін, сол ауылда тұрмағаннан кейін, участковый инспектормен ауылдардың әрине ұрлық болады. Өйткені бұлар ауданда қыдырып жүр. Содан болады. Ауылдың бәрін ұйымдастырса, үлкен кісілер бар, тәртібі нашар балаларды ортаға алып, оған дұрыс тәрбие беріп, оның жауапкершілігін қарап, ата-анасына айтса, оның бәрі түзеледі. Ұрлық дегенді ауылдарда тағы мүлде болмау керек. Кішкентай ғана ауыл, Алматы емес бұл, Астана емес. Енді қалада бірен-саран болуы мүмкін. Қызылорда қаласында, аудан орталығында да бірен-саран ауылдарда ол ұят. Біз кеше аудандарды аралап келдік, 5 ауданда болдық. Аудандардың көпшілік ауылдарында мысалы мүлде қылмыс тіркелмеген ауылдар бар.